Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге AHA Slides платформасы туралы айтып бергім келеді. AHA Slides бұл жай ғана слайд көрсететін құрал емес. Бұл тыңдаушыларды презентацияға белсенді түрде қатыстыруға арналған интерактивті платформа болып табылады. Ол сабақтарда немесе тренингтерде, конференцияларда, тіпті онлайн кездесулерде кеңінен қолданылады. Бұл AHA Slides платформасы не үшін қажет? Көп жағдайларда презентация бір жақты болады, яғни баяндамашы сөйлейді, ал тыңдаушылар тек тыңдайды. Ал AHA Slides бұл форматты керісінше өзгертеді, яғни осы платформаны қолдану арқылы тыңдаушылар сұрақтарға жауап бере алады, дауыс береді, немесе пікір жазады, экранда нәтижені бірден көреді. Яғни презентация түрі әрі қарқынды, қызықты түрде өтеді. Қазір біз бұл платформаның қалай жұмыс жасайтынын көретін боламыз. Сонымен енді платформамен қалай жұмыс жасау керектігін сіздерге қысқаша түсіндіріп кетейін. Бірінші қадам бұл, яғни AHA Slides сайтына кіріп тіркелеміз. Менің аккаунтымда тұр, мен кіріп тұрмын. Сіздер Google аккаунттарыңызды пайдалана отырып кіре аласыздар. Екінші қадам, біз жаңа презентация ашамыз, немесе мына жерде көп тұрғандарыңыздай дайын шаблондар берілген, сол дайын шаблондарды да таңдауға болады. Мінекей, мен мына жерде өзімнің бұрынғы презентациямды да көріп отырсыздар, яғни менің алдында жасаған презентациям бірі. Бұл жерде презентацияларды қосып, немесе өшіріп отыруға да болады. Мен мына жерде жаңа презентацияны бастаймын. Яғни мен барынша бұл платформаның шаблондарымен ғана емес, не жасайтынын сіздерге көрсеткім келеді. Сонымен бұл жерде біз слайдтар қоса аламыз, әртүрлі көптеген слайдтар, немесе мына жерде біз әртүрлі слайд таңдай аламыз, яғни қандай түрде. Pick answer, яғни жауапты таңдау деген сияқты, немесе де спиннер айналмалы доңғалақты таңдасақ болады, немесе дұрыс вариантты белгілеу, қысқа жауаптар жазуға болады, оқушылардың өздеріне, немесе сәйкестендіру, және де категорияларға бөлу. Бұл жерде, яғни бұл квиздардың түрі болып саналады. Ары қарай мына жерде тағы да басқа да word cloud сияқты, brainstorm, сұрақ пен жауап деген сияқты әртүрлі мына жерде категориялар берілген, және біз соларды таңдай аламыз. Бұл элементтерді қосу арқылы біз сұрақтар, тест, дауыс беру, пікір терезесі сияқты элементтерді қоса аламыз презентациямызға. Сонымен қатар бұл жерде бізде жасанды интеллект берілген, яғни біз жасанды интеллектке өзіміздің қалағанымызды жазып, бұл жерге жіберу арқылы ол бізге керекті презентациямызды жасап бере алады. Яғни бұл да өте пайдалы, тіпті осы AHA Slides'ның артықшылықтарының бірі десем болады. Яғни бұл жерге біз керекті мәліметті жазып, маған осындай слайд жасап бер деп сұрай аламыз. Сонымен қатар мына жерде шаблондар берілген, яғни егер де сіз дайын бір шаблон алғыңыз келсе, мына жерден таңдауға болады бұнда. Мысалы, осының біреуін таңдайық. Мінекей бізде, яғни дайын түрде шаблон презентация берілген, әртүрлі квиздар берілген, квиздардың қалай көрінетінін көре аласыздар. Және көріп тұрғандарыңыздай болған, яғни 50 адамға дейін қатысуға мүмкіндік бар, егер де сізде, яғни көп квиз болмайтын болса. Бұны әрі қарай да түсіндіретін болам. Әзірше бұдан шыға тұрайын, жаңа презентация ашайын.
Мысалы, мына жаққа маған презентация жасап беруін сұраймын, яғни create a presentation. Мысал үшін 7-ші сыныпқа деп алайық, 7th grade students. Және де тақырыбым қоршаған орта деп алайық. Негізінде сіздер мұнда өте көп мәлімет жаза аласыздар, яғни мақсаттарын жазып қойсаңыздар болады, сыныптың мақсаттарын, оқу мақсаттарын, яғни барлық керекті мақсаттарды немесе де басқа керекті деген ақпаратты жазып қойсаңыз, ол осы слайдтың ішіне оны бірден енгізіп бере алады. Кішкене күтеміз. Мінеки қараңыздар, қоршаған орта тақырыбына мен 7-ші сыныпқа арналған презентация жасауды сұрадым, және де ол маған не жасап берді, бірге көрейік. Яғни бұл 1 минуттың ішінде жазылатын нәрсе. Егер де сіз көбірек ақпарат енгізіп, нақтырақ жазатын болсаңыздар, ол осының бәрін енгізіп береді. Қоршаған орта дегеніміз не, оның компоненттері қандай, және де мысалы, мұнда бірден word cloud берілген. Word cloud дегеніміз, яғни бұл мен кетіп көрсетейін сіздерге. Мінеки. Қараңыздар, бірден көре аласыздар, яғни мұнда QR код берілген. Оқушылар осында кіріп көре алады, және де көріп тұрғандарыңыздай, мұнда 50 оқушыға дейін, 50 адамға дейін, яғни осы QR код арқылы кіре алады. Егер де сіз тегін жоспарда, яғни осындай бір сессияда ең көп 50 қатысушыға дейін қатысуға мүмкіндіктері бар. Бірақ әр презентацияда 5 викторина сұрағы және де 3 сауалнама немесе пікір слайдын ғана қосуға болады. Яғни, бұл дегеніміз, егер интерактивті сұрақтар саны көп болатын болса, онда тек қана 3 қатысушы қатыса алады, 50 қатысушы қатыса алмайды. Яғни, бұл тек қана ақылы жоспарға көшетін болсаңыз жүзеге асады. Бірақ егер сіздің викториналарыңыз көп болмайтын болса, онда осыны 50 оқушыға ойнатуға болады, 50 оқушыға дейін. Ал егер де топқа бөліп беретін болсаңыздар, онда өте көп 20-30 шақты сұрақтар дайындап, квиз жасауға болады, яғни 3 телефоннан қосылу арқылы. Жақсы, ары қарай өтейік, жаңағында айтқандай environment, яғни қоршаған орта тақырыбы дегеніміз не екен түсіндіріп жатыр. Ары қарай компоненттері. Және де мына жақта бізге қоршаған орта деген кезде сіздің ойыңызға бірден не келеді, қандай сөздер ойыңызға келеді деп сұрақ қойылған. Яғни бұған біз осы QR кодты сканерлеу, оқушыларға QR кодты сканерлету арқылы біз олардың жауаптарын ала аламыз, және бұл жауаптары осы терезеде, осы яғни экранда пайда болады бұл түрінде. Келесі, мына жақта квиз берілген бірден, яғни оқушылар кіру үшін бұл жерде берілген QR кодты сканерлейді. Бірінші сұрақ, екінші сұрақ, яғни бұлар оқушылар кірген кезде мінеки осындай болып ашылады. Яғни бірінші сәйкестендіру берілген. Сөздерді мағынасымен сәйкестендіру керек, не білдіреді, табу керек. Уақыты да берілген, таймер.
және де осындай бізде әртүрлі функцияларды берілген. Егер де дұрыс жауап беретін болсам, мысалы үшін конфетти деген сияқты, немесе шоколад. Келесі бұл бізде сұрақ берілген, яғни бұнда әрбір оқушы осы үш жауап ішінен үш варианттан таңдай алады дұрыс жауабын, және біз кімнің дұрыс жауап бергенін көре аламыз, қанша оқушының дұрыс жауап бергенін. Мінекей бұл мен сіздерге көрсеткен Аха Slides платформасы. Қорытындыға келетін болсам, бұл яғни өте пайдалы платформа деп білемін. Мен өз сабақтарымда осы платформаны қолданамын, және де менің ойымша бұл презентацияны жандандыратын, және де тыңдаушыны, оқушыны процеске тартатын өте заманауи құрал деп білемін. Сондықтан да егер де сіз презентацияңыздың қызықты, түсінікті және де белсенді өткенін қаласаңыз, онда осы Аха Slides'ты таңдауға болады. Назарларыңызға рахмет.